Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ауызда еритін бауырсақты дайындаймыз. Бізге керегі жылы сүт, жылы су, маргарин, майонез, шекер, ұн, тұз, жұмыртқа және ашытқы. Маргарин, майонез бөлме температурасында болуы керек. Жақсылап барлығын араластырып, ашытқыны қосып, ұнды салып, қатты мыжымай, қолымыздың ұшымен ғана араластыра отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз ашыған соң, қолымызға кішкене сұйық майды алып, бір рет қайтарып қоямыз. Қайтадан 5-10 минутке орап қоямыз. Ашыған соң, ұнды сеуіп тұрып, қалыңдығы орташа етіп, қамырды жаямыз. Өзіміздің қалауымызша қамырды кесеміз. Алдын ала қыздырылған майға бауырсағымызды салып, бетіне көтерілген кезде аудара отырып пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.